Тағы да сәлем достар. Бүгін бізде Шортанбай Қанайұлы. Шортанбай айтыскер, ақын әдебиетіміздегі зар заман деп аталатын кезеңнің ірі өкілдерінің бірі. Қолда бар аз деректерге қарағанда ақын 1818 жылы қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан ауданының Қаратау бойында дүниеге келген. Сәбит Мұқанов ақын поэзиясын зерттей келе, Шортанбайдың 3 зары бар. Олар зар заман, бала зар, өлер зар. Осы 3 зарда да халықтың басына түскен зарды заманның зарын айтқан дейді. Зары заман біріншісі, бала зары, өлер зары. Шортанбайдың зар заман қайтып оңалсын, опасыз жалған ақырғы сөз өзі туралы тағы басқа көптеген өлең толғауларында өз заманның сипатын ашық айтады. Шортанбай өмір сүрген кезең халық қонысының тарылып, түрлі бекіністер салынған, қазақтың көптеген қалаларын Ресейге бағына бастаған кез болады. Осыларды көрген ақын, яғни қиын қыстауды көрген Шортанбай Қанайұлы не істейді? Елді бірлікке, елін, жерін, тілін, дінін, салт дәстүрін сақтап қалуға шақырады. Жердің талан-таражыға түсу себепті халық дәстүрінен айырыла бастады. Ата-ананы, үлкенді сыйлау азайып барады деп шошынды. Ақынның жыр толғауларымен қатар тарихи оқиғаға құрылған Ақшолтай батыр атты дастаны бар. Дастанда ақын Ағыбай батыр мен оларды соңынан ерткен Кене ханның әрекеттерін баяндайды. Сондай-ақ Шортанбай айтыс ақыны. Оның Орынбай мен Шөжемен айтыстары сақталған. Шөже ақын Шортанбайды өте жоғары бағалап, басқа ақын тап өзіңде ірімет ел сыйлаған пірімедің деген екен. Ақынның 1890 жылы кейін 1911 жылы Қазан қаласына Бала зары атты өлеңдер жинағы басылып шықты. Ақынның өлең толғаулар қазақтың ескі әдебиет нұсқалары, айтыс, 5 ғасыр жырлайды, ай заманай, 7 ғасыр жырлай және тағы басқа көптеген жинақтарда сақталған. Зар заман толғауы. Жалпы зар деген сөздің мағынасын ашсақ, тыңдаған үзіндіде ендеше бастайық. Зар заман, мына заман қай заман? Азулыға бар заман, азусызға тар заман. Тарлығының белгісі жақсы жаннан түңілген, жаман малдан түңілген. Мұның өзі зар заман. Зарлығының белгісі бір-бірлерін күндеген, жай-жайына жүрмеген. Мұның өзі тар заман. Тарлығының белгісі мұсылманнан хал кетті тәңірім болған деместен. Ант жұқпас бойына әрине түсер ойына. Жалмауыз болды үлкенің, қазақ сенің сорыңа. Арқадан дәурен кеткен соң қуғындап, ұрыс жеткен соң тіпті амал жоқ қазақтар. Енді сенің торыңа. Ұрыс бүркіт, біз түлкі аламын деп талпынды. Ұрыстан қорлық көрген соң отырып билер алқынды. Патша жұртын қанады, байлар жүргем санады. Жарлының жаны берік екен, мал үшін 12 ай қой бағып жалғыз тоқталады. Кетейін десе алды тар, тұрайын десе кәпір бар. Қайсы бірін айтайын қазақтың ұлы қамалды. Қамалмай енді не ғып тұр тәубесінен қазақ жаңалды. Тұс-тұсынан жау шығып, дұшпанға жаман табында. Көдесі қалың арқаңыз, ақ шөбін қимай бағында. Бағынғанның белгісі билік кетті басыңнан. Қорлық көрдің жасыңнан, ұл-қызыңнан үміт кетті. Айрылың құда досыңнан, бұдан қатты не болсын өмір менен осыдан. Бұ дүниеде не деп айтайын, көңілінде иман бар адам. Бір пара жанды мал қып, бір пара жанды малсыз қып, бір пара жанды ғалым қып, бір пара жанды залым қып, бір пара жанды дінді қып, бір пара жанды дінсіз қып, шернеу үшін жанымды жаратты. Мен бермеймін дегеннің үстіне шекпен кигізіп, еніне қоржын ілгізіп, ақ таяғын ат қылып, айуаннан жат қылып, елден тамақ сұратты. Зар заманның аяғы, заманың кетті баяғы, ықылас ниет қалмады, үлкенге билік салмады, жарлының жалғыз сүйеніш мал болыпты таяғы. Айрылмайтұғын дерт болды кедейге қылған қорлығын. Кәпірді көрдің піріңдей, тілмашты көрдің жеңгендей, дуанды көрдің үйіңдей, абақ тудыр қасыңда.
қазылған қара көріңдей деген екен. Жалпы бұл жерде нені байқаймыз? Риторикалық сұрау, метафоралар, анафоралар, эпифоралар, ассонанс, метонимия кездеседі. Қазір соның барлығын талдайтын боламыз. Жалпы идеясы мен түйіні тоқталсақ, орыс империясының қазақ жерін отарлауын ақыр заман белгісі ретінде көрген ақын ішіндегі мұңын, зарын шығарып, бұл заман қандай заман, мына заман қай заман, азулыға бар заман, азусызға тар заман деген екен. Шынымен де ол кезде қиын-қыстау кезде орыс Ресей саясаты қазақтарды қыспаққа алған кезде осындай бір күйініп жазған өлеңі. Жақсы. Азулыға бар заман, азусызға тар заман дейді. Бірден риторикалық сұрауды байқадық. Эпифораларды байқадық. Ассонансты байқадық. Бізде аллитерация. Жаман малдан түңілген. Зар заман, қайталау кездеседі. Арқадан дәурен кеткен соң. Арқадан дәурен кете алмайды тура мағынада, сол себеппен синектоха. Орыс бүркіт бөстілкі медиевалистер әрине бір жағынан дефиспен сызықшамен келіп тұр. Метафора. Орысты бүркітке, қазақты түлкіге, яғни теңеп тұр. Дүниенің қызық. Масқаралар таймайды. Жалпы байқадық. Қайталау. Continue.
Бұл жерде талданды. Қарасаңыздар болады, мұның өзі тарзымын. Жалпы көркемдік құралдарға талданды. Қарасаңыздар болады. Асоныстар, көбіне литерациялар, метафоралар, эпитеттер кездеседі. Бір анафоралар, эпифоралар жақта. Бұл жерде не болады деп ойлайсыздар, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Кигізіп, ілгізіп, қылып сұратты. Бірінен соң бірі жалғасқан. Қаласын ет қалмады, үлкенге билік салмады. Келесі сабақта кездескенше.